Баутино ауылының тұрғынымын. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы бойынша Қазақ балық республикалық балық шаруашылық және аква мәдениет қауымдастығының филиал директорымын. Қазіргі таңда енді біздер деген тікелей балықшылармен жұмыс жасаймыз, оның ішінде кәсіпшілік балықшылармен, кәсіби балықшылармен. Бұрыннан келе байырғы тұрғындар осы жерде барлығы ата кәсібі осы балық шаруашылығымен тығыз байланысқан. Маңғыстау облысы бойынша қазіргі таңда заңды тіркелімде 811 балықшы бар. Біздерде осы балықшылардың айтып отырғандай 200-ге жуық бригада жұмыс жасап тұр. Оның ішінде біздерге барлық Маңғыстау облысы бойынша қоса алғанда Қарақия ауданы, Ақтау қаласындағы және де Түпқараған ауданының балықшылары толықтай кіріп тұр. Балықшылардың айтуында енді жоққа шығара алмаймыз. Бұл қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі болып есептеледі. Енді айтатын болсақ, балықшылардың қазіргі таңда сақтайтын орындары бізде осы Аташ елді мекенінде бір сақтау және өңдеу несін ашқан, цехын ашқан. Бұл жерде қазіргі таңда біздің жергілікті балықшылармен жұмыстарын жүргізіп келеді. Қазір өзінің сатылымы орындары бар оның. Бұл кісінің неге қабылдау объемы қазір холодильниктері жеткіліксіз деп ойлаймын, енді бар ғой қазір. Бұл кісіде мен соңғы көргенде 60 тонна қабылдау мүмкіндігі бар. Бірақ мұздатқыштар деген 60 тонна объем болғанымен бір мезетте 60 тонна балықты қабылдау мүмкін болмайды. Бұл жерде максимально бір күнге 2-3 тонна қабылдау болады. Себебі ыстықта ондай қатты не болмайды, мүмкін болмайды. Мана холодильник үлгере алмайды мұздатуға. Әр кәсіпкер өзінің минусқа жұмыс жасамайтын, оның барлығы білет. Ол қазіргі таңда бұл кісі балықшылармен келісулі түрде жұмыс жасап отыр бұл деген. Бұл кісімен өзімен де әрдайым ұдайы байланыстамыз. Жалпы мына неге біздің жергілікті балықшылармен, соның ішінде Каспий теңізінің балықтарында өнімдерін оны аулап, сақтап, өңдеуге, сондай жұмыстарды жүргізуге бірнеше кәсіпкерлер ниет танытып отыр. Алайда бұл жерде балықшылардың көбі бұл балықтарды өздері аулап, оны Ақтау қаласына және басқа жерлерге жергілікті тұрғындарға өздері сатқанды қолайлы көріп отыр. Бұл жерде ең бірінші өзекті мәселе балықтың бағасы ғой. Бұлар алып келгеннен кейін, қанша еңбектеніп келгеннен кейін, оны сатқысы келеді тиімді бағамен де өздеріне. Мына жерде кәсіпкерлер бар, өздерінің тиімді бағасына қабылдағысы келеді. Ол екі жақта тек бағаның мәселесі шешілсе, мына жерде сақтау қоймасы да, өңдеу цехтары да барлығы жұмыс жасайтын болады. Единый бағаның келісімін реттеп алуымыз керек біз. Бірінші біздерде балықшылармен манағы түсіндірме жұмыстарын, ауылымыздың, жалпы өңіріміздің дамуын қатты қолға алып, балықшыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз керек біз. Бірінші мәселе. Бұл жерде манағы бағаның тұрақтылығы, балықшылардың да добросовестность керек та мына жерде да. Әр балықшы өзінің кәсібіне жауапты түрде көзқараспен қарайтын болса, мұнда мәселенің барлығын шешімі табылады. Сосын біздерде балықшылардың көбінің айтатыны, біздерде ауланған және өңделген балықтарға неге субсидия қарастырылмаған дейді. Үкіметтен сондай қолдауларды көрсететін болса, біздерде әр шағын кәсіпкерлер, бізде әр балықшы, например, өзінің 3-4 бригадасы бар, ол 3-4 бригада 3-4 отбасын асырап отыр, асырауын қамтып отыр деп айта аламыз. Бұлар шағын кәсіпкерді, шағын кәсіпкер есебінде айта аламыз. Бұлар манағы үкіметтік қолдауларды алатын болса, олар да алға қарата қарқынды түрде жұмыстарын жүргізуге дайын. Қазіргі таңда үкіметтік қолдаулар не бар? Субсидия манағы балықты өсіруге қарастырылған. Қазіргі таңда бұл заңды түрде. Ендігі уақытта мына біздердің осы ұсыныстар беріп, балық шаруашылығы басқармасының, жалпы облыс әкімдігінің тарапынан бірнеше ұсыныстар берілген. Қазіргі таңда бұл заңды түрде қарастырылып жатыр. Ауланған балыққа, өңделген балыққа субсидия сұрап отыр. Оны аулап алып келеді, например, мына неге мал шаруашылығында бар ғой, түйенің сүті не деген сияқты да, оны
міне балықтың арзан қолжетімді бағада болу үшін олар 400 теңгеден сатты делік та кәсіпкерге. Ол кәсіпкерге плюс ол деген 400 теңгеден сатып алса. Кімге манағы балықшыға 400 теңгеден сатқан не выгодны. Сол себептен бір 100 теңгеге субсидия қарастырылса, олар 500 теңгеге сатқандай қылып, 100 теңгесін мемлекеттен алғысы мемлекеттен субсидия қарастырылса, бұл жерде сондай мәселе. Өңделген балықтар біздер айтамыз, сендер өңдеңіздер, давай несе өңдесеңіздер, мына жерде не болады деп та, 1 килограмм балықты 500 теңгеден сататын болсаң, бұл өңделген балық болса, 3 есе, 2 есе көп пайда табасыздар деп та. Мына копченый, вяленый, консервілеу да, бұл жерде цехты үкіметтік мана қолдаулар, немесе мына жерде шетелдік отандық үлкен кәсіпорындар бар мұнда деген, соларға мемлекеттің, үкіметтің тарапынан, әкімдіктің тарапынан ұсыныстар берілсе, мына жерде деген клиент профессионал мына жерде деген. Соны әрмен қарай қарқынды түрде жұмыстандыру керек та.